елім дегенде еміреніп, жұртым дегенде жұмылып қызмет қыл деген екен. Сондықтан айналайын бауырларым, Бауыржан атамыз сияқты болайық, батыр болайық. Батыр адамнан мәрттік шығады, батыр адамнан жомарттық шығады, батыр адамнан ілімпаздық шығады. Ол бекер адам батыр болмайды. Батыр адамға жігіттің 8 қыры қонады. Сондықтан біз тек қана елімізді қорғайтын батыр болмайық, келіскен, білімді, өзінің құдайынан қорқатын, жүрегі қазаққа деген махаббатқа толы азаматтардың қатарынан болайық. Ешқашан арақ ішпейік жігіттер. Өйткені арақ, барлық жамандықтың кілті арақ. Кімде-кім арақ ішетін болса, онда ол барлық жамандықтың кілтін қолына алды дейді. Арақ ішесің, төбелесесің, арақ ішесің, қыз ұрлайсың, арақ ішесің, біреуді өлтіресің, арақ ішесің, ата-анаңа қарсы шығасың, арақ ішесің, ақылынан алжасасың, арақ ішесің, түрмеге отырасың. Арақ барлық жамандықтың кілті. Сол арақ ішкен ақшаға жетім-жесірге көмектесейік, садақа қылып берейік. Қаншама ауылымызда оқи алмай жүрген азаматтар бар, соларды оқытайық. Ешқашан темекі тартпайық. Темекі барлық жамандықтың түтіні соның ішінде, денсаулығыңа өте зиян, оның өзі арам нәрсе. Ешқашан өтірік айтпайық. Бағанағы Бауыржан атамыз сияқты өтіріктің бауын жалағанша, шындықтың уын ішейік. Тілімізге абай болайық. Ешқашан ата-анамызға қарсы шықпайық жігіттер. Өйткені ата-анамыз бізді өмірге алып келді. Анамыз бізді 9 ай 9 күн толғатты. Еміреніп емізді, бізді киіміміз тауып беріп, бізді бағып өсірді. Азаматым деп сен үшін батасын берді, оқуға түсірді. Сенен үлкен үміт күтіп отыр. Сол ата-анамыздың үмітін ақтайық. Бауырымызға бауырмашыл болайық. Егер үйдің үлкені болсақ, кішілерімізге тірек болайық. Егер үйдің кішісі болсақ, ағаларымызды, әкпелерімізді сыйлайтын, солардың ең керемет бауыры болайық.